Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы моншақ әсіп дайындайтын боламыз. Бұл әсіп тағамын әркім әрқалай дайындайды. Мен дәл осылай моншақты етіп жасадым. Видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Ең алдымен біздің әсібіміздің күрішін жібітіп алуымыз қажет. Жібітілген күріш өте жұмсақ әрі біркелкі болып пісетін болады, әрі жылдам пісетін болады. Сол себепті жылы суда жарты сағаттай жібітіп қоятын боламыз суда. Содан соң барып өкпе етін қайнатып алатын боламыз. Менде сиырдың өкпе еті дәл осылай үстінен су толтырып алып, қазанымызға салып, қайнатуға арналған ыдысымызға салып, газымызда жарты сағаттай қайнатып алатын боламыз. Бір қайнап шыққаннан соң баяу бетін жауып қайнатып аласыздар жарты сағаттай. Содан соң бөлек ыдысымызға алып, аздап суытып аламыз. Суығаннан соң барып, арнайы ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Менде осындай измельчительмен барлығын ұсақтап шықтым. Әрине өз қалауларыңызға қарай қалаған түрдегі ұсақтауға арналған құралмен езіп алсаңыздар болады. Және де дәл осы өкпені айналдыру барысында мен пиязды дәл осының өкпенің үстінен қосып езіп алдым. Қалауларыңызға қарай теркадан өткізсеңіздер де болады. 2 тал пиязды қалауларыңызға қарай ер тартқыштан ұсақтап алсаңыздар да болады. Мен осылай ыңғайлы болғандықтан өкпенің үстінен салып 2 бас пиязды ұсақтап алдым. Әсіп тағамын әр аспаздар әрқалай әзірлеп жатады. Кейбір кісілер бауыр және де талақ еттерін қосып жатады. Бірақ та бүгін біз фарш, орташа майлы фарш және де өкпе етін қосып дайындайтын боламыз. Әрине тәбеттеріңізге қарай бауыр етін қоссаңыздар да өте дәмді болады. Бүгін мен бауыр етін қосқан жоқпын, жай ғана фаршпен және де өкпе етімен әзірлеп шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз бен өкпеміз осылай ұсақ күйге келгенге дейін езіп алатын боламыз. Бұл тағамды ауылда жерлерде көбінесе қой сойған кезде, не мал сойған кезде әзірлеп жатады. Кейбір өңірлерде бұл тағамды шұжық деп атаса, ал кей жерлерде бұны мүлдем бөлек шыжмыш деп атайды екен. Бұл тағамды қазір көп кісілер білмеуі де мүмкін. Бірақ та әзірлеп көрсеңіздер дәмі өте дәмді болып шығады. Ендеше біз езіп алған өкпе мен пиязымызды бөлек ыдысқа, үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Үстінен жаңағы жібітіп алған күрішімізді және фаршымызды саламыз. Фарш менде орташа майлы. Майсыз фарш қолданбаңыздар, себебі дәмсіз құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол себепті жоғары майлы фарш қолданыңыздар. Енді үстінен жібітіп алған күрішімізді суынан сырғытып салатын боламыз. Және де көрсетілген мөлшерде төменде барлығын описаниеде жазып қалдырдым. Суына кішкене күріштен көбірек құятын боламыз, себебі күріш бізде суды өзіне көп жұтатын болғандықтан әсібіміз құрғақ болып қалмауы қажет. Және де тұзын саламыз, дәміне қарай қара бұрыш және де мен паприка қостым. Қалауларыңызға қарай етке арналған қалаған түрдегі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Әрине өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді. Және де сарымсақты ұсақтап қоссаңыздар да болады. Бірақ та мен сарымсақ салған жоқпын. Сарымсақпен де әзірлеп көргенім өте дәмді болады. Және де мен осылай қызыл паприка салдым. Барлығын жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Күрішіміз аздап суыны өзіне жұтып алады. Сол себепті үстінен тағы да аздап су құйып жіберетін боламыз. Сол кезде біздің күрішіміз жұмсақ болып пісетін болады. Базарларда арнайы ет сататын дүкендерде арнайы әсіпке арналған ішек сатады, яғни малдың ішегін сататын болады. Сол жерден тапсаңыздар болады арнайы әсіпке арналған ішектерді. Олар өте тап-таза әрі майсыз болып келеді. Арнайы ішекке тығудың жолын қазір көрсететін боламын. Ішегіміздің бір жағын осылай буып аламыз жіппен, және де баклажканы осылай кесіп алдым мен арнайы ішегімізге тығуға ыңғайлы болу үшін салмасын. Осылай басына ішегімізді кіргізіп қойып, қолымызбен қатты қысып аламыз, және де қасықтың көмегімен осылай салып отырып, барлығын біркелкі етіп орналастыратын боламыз. Және де біздің жұмысымыз дәл осылай өте жылдам бітетін болады. Әсіпті салу барысында тек қана күрішін ғана салып, суыны қалдырып қоймаңыздар, араластырып отырып, сулы етіп салатын боласыздар. Яғни салмасын суымен бірге салып отырасыздар. Салмамызды ішегіміздің соңына дейін толтырып салмаймыз. Кішкене жақындап қалған кезде аздап бос орын қалдырып, жұмсақ етіп, бос орын қалдырып,
байлайтын боламыз басын. Себебі біздің жиектеріміз қазір күріштер қайнаған кезде ісетін болғандықтан аздап нығыздалып жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті азғантай орын қалдырып, содан соң барып басын буып қоятын боламыз ішегіміздің. Мінекей сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп өттім. Осынша бос орын қалдырып буатын боламыз. Және де біздің моншақ әсібімізді бір-бірлеп кіші көлемде буып шығатын болғандықтан осылай көбірек орын қалдырып байлайтын боламыз. Мінекей байлап алдық. Ендеше әсібімізді жақсылап барлық жеріне күріштің біркелкі жайғастырып аламыз, ұшына дейін жіберіп аламыз. Ендеше әсібіміздің жеуге әрі дастарханға өте табиғатшылықтай етіп әдемі болып көріну үшін моншақтай етіп кіші көлемде жіптің көмегімен буындап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай кіші көлемде барлығын буып алатын боламыз. Буған кезде біздің шегіміз нығыздалып жарылып кетпес үшін, бос болу үшін айтып өткенімдей біраз орын қалдырып буыңыздар. Және де біздің шегіміз сіздер байлап жатқан кезде өте жұмсақ әрі нығыз болмауы қажет. Біз қазір бұл әсібімізді мантываркада пісіретін боламыз. Қалауларыңызға қарай қазанға салып, үстіне су құйып, бетін көмгенге дейін қазанда қайнатып пісірулеріңізге болады. Мен бұл әсіпті мантываркада әзірледім. Әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Суда қайнататын болсаңыздар да өте жұмсақ, парда қайнататын болсаңыздар да өте жұмсақ болып шығатын болады. Мантываркамызға осылай жайғастырып аламыз. Және де қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып, 1,5 сағаттай баяу отта парда пісіріп алатын боламыз. Және айта кететін өте маңызды жайт, біздің әсібіміздің ауасын шығару үшін міндетті түрде инемен не болмаса жуандау бір ине сияқты тескілеуге арналған затпен бетін біркелкі тесіп шығатын боласыздар. Мен видеоға алуды ұмытып кетіппін. Мантываркамызға салып болғаннан соң 20 минуттан соң бетін барлық жерін біркелкі тесіп шығатын боламыз иненің көмегімен. Сол кезде артық ауалары шығып жарылып кетпейтін болады. Мінекей біздің әсібіміз 1,5 сағат қайнап пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене көлемі азаяды. Пісіп шыққаннан соң ешқайсысы жарылмай өте әдемі болып шықты. Ендеше дастарханымызға кесіп бөлшектеп ыдысымызға салып дастарханға ұсынатын боламыз. Сіздерге бұл рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де осы қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларымды өткізіп алмайсыздар. Қазақтың бұл ұлттық тағамы әсіпті міндетті түрде жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.